жігіт алда берген менің класстасым 30 жыл көрген жоқпын. Бұл менің мектебім. 30 жыл бас сұқпаған бұл мектепке. Шежіре тақтыңыз сауатқаным. Бұл жақта шежіре сыйға беру тренд, иә? Иә. Енді бәрін тегін істей бермейді шығарсың ба? Білмеймін, мен осы уақытқа дейін мен ақша көрген. Мына алысып қалды мен. Пенсияңды аласың, соған енді осы күнелтсің мал болғасын, соған жемін шөбін алып бересің. Бізге ерсі емес, сіздерге ерсі көрінетін шығар енді. 2-3 сортын бар пісіреді. Айтыңызшы қандай? Молочный девушка деген. Молочный девушка, тағы айтыңызшы. Шөл даладағы оазис деп атайтын, өткені Маңғыстаудың шөлейтті даласымен келе жатқан уақытта алыстан мен мұндалап жап-жасыл болып көзге көрініп тұратын. Бұл ауылда маңайдағы ірі аудандарда, тіпті кейбір облыс орталықтарында газ болмаған уақытта көгілдір отын жүргізілген болатын. Енді орай келгенде айта кетейін, осының бәрін ұйымдастырған менің әкем еді. Осы совхозды бірнеше жыл басқарған. Ендеше біз бүгін Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы мен дүниеге келген Сарға ауылында тұрмыз. Осы жерге ат озған ауылдасымызды іздеп келдік. Бүгінгі кейіпкеріміз дәл мына композицияны жасаған, темірден түйін түйетін және жалпы ағаш шебері, 8 қырлы бір сырлы жігіт деп айтсақ болады. Ендеше бір күніміз осы біздің ауылымызда өтеді. Жақсы, қалайсыздар? Бұл жігіт алда берген менің класстасым 30 жыл көрген жоқпын. Астанадан қонақ редакторы алда берген деп ұсынған уақытта менің класстасым емес пе деп анықтағам. Сен болып шықтың, өте қуаныштымын сені таңдағанына. 30 жыл көрген жоқпыз ғой. Ендеше бүгінгі хабарым өте қызықты болады деп ойлаймын. Мына композицияны сен жасапсың. Енді біз сен деп айта береміз, өткен сыныптастарымыз сен жасапсың. Бұл не мағына береді деп бағанадан қарап тұрмын. Шаңырақ. Сыртынан шаңырақ қобыз бейнесін берген. Бұлай общий алғанда. Қобыз бейнесі шаңырақ бұл жерде бәріне көрсеткен. Анау арбаның аяғы. Көшпенді қазақ болғаннан кейін бәрінде беруге тырыстық енді. Дұрыс. Үстіндегі Маңғыстауда құлпытастардан табылған күнбасты құдайдың бейнесі. Соны да сала кеттік, жергілікті жердікі болғасын. Дұрыс, осындай мағынада мәнге дайындалған дүние. Ой, өрнектер енді қазақи нақыштағы кішкене. Және мал ұстайсыңдар, онда естіп отырмын. Мал енді ауылда тұрғасын өзіміздің ұрпақ. Біраз түйелерің бар екен. Жақсы, ендеше осының бәрін бірге көреміз. Кейіпкеріміздің өзім болып шыққанына өте қуанып тұрмын. Қош келдіңіздер. Шеберхана осы жақта дейді. Біз соған бара жатырмыз. Алдымызда. Міне күніміз осы шеберхана. Аядай ғана жинақ жер екен. Кішкентай болғанмен енді үлкен жұмыстар істеледі. Үлкен жұмыстар істеледі. Атқарылады, дұрыс. Мынау станок. Мына станок осыны где-то 3 жылдай болды алғаныма. Осы ағашты өңдейтін. Жаңа айттық қой, ағаш шебер деп. Негізі кезінде темірден түйін түйген, темірден бұйымдар жасаған. Оны қойдың, сүйектен. Неге қойдың оны? Неге мына ағашта қойды? Ағаштан да бұрын жасайтын едім, арасында енді кішкене. Жоқ, енді темірдің табысы аз ба, неге? Жоқ, оған табысы аз болғанда мынаған аса күштің керегі шамалы да. Оңайлау ма? Оңай, жеңілдеу өзіме. Анаған көмекші адамдар керек болды ол. Бірақ ананың табысы көптеу емес пе? Темірден ірі табысы. Оныкі көптеу енді, көптеу екен. Дұрыс. Мен табыс жағынан қалай деп сұрап жатқаным ғой. Көрейікші, мынау әдемі оюды қалай ойдың, немен ойдың? Станогың? Ойғанда осы станок. Осы станок оя ма? Қытайдан шығатын станок. Осыны 3 жылдай болды сатып алғаныма. Осымен өңдеймін ағашта. Сурет те салады бетіне.
Қазір не жасап жатсың? Қазір мына шежіре тақта жасап жатқаным. Бұл жақта шежіре сыйға беру тренд, иә? Иә. Ал жасап көрсетші бізге ары қарай дайындап. Жасағанда мынау жаңағы шежіре тақтаның үстіңгі бөлігі. Мына машинканы 3 жыл бұрын алдым дедің ғой, несиеге алдың ба? Жоқ, өзі ақшама. Бизнес бастау сияқты бір программалар қатыстың ба? Жоқ, оны оқыдым да былай ақшалай көмек алған жоқпын. Өзім неме сатып алдым. Сосын бұның қиыншылығы енді программа несінің қиындау болды басында. Бұл өнер ата бабаңнан қонған өнер ма, жалпы суретшілік, шеберлік ата бабадан қонады негізі? Суретшілікті айта алмаймын енді, былай әкем мен шебер ғой. Солардан дарыған шығар енді. Атаң шебер. Жасаған өзіме жаныма жай сыйлайды. Жақсы көремін жасағанды. Осы жерде оқшауланып отырған жақсы көретін сияқтысың ғой? Иә, өзім жасаған ұнайды жалпы. Рас. Ал, мына желімдеп көрсет бізге. Немен желімдесің? Ең оңай процесс шығар бұл енді, желімдеу. Иә, основной кесіп тазалау процесстер кішкене шаңғы қиындау. Қазір кесуді көрсетесің ғой? Бұйыртса, иә. Әкел, мен жасаймын ба? Сенбейсің ба маған? Сенбейсің бе әлде? Жапсырып көрсеңіз деп болады. Негізі табыс көзің деймін да? Бұл да бар, сосын мен қойдым. Не бар дағы? көркем еңбектен. Білем ғой, мұғалімсің, иә, мұғалімсің. Естідім, жақында жұмысқа тұрыпсың, иә? Енді жалпы бұған дейін семья асыраудағы бір өзіңнің табыс көзің болады ғой. Осы ма негізінен? Шежіре тақтай бар ма? Шежіре болғанда әртүрлі сувенирлер нелер. Тек шежіре тақта емес. Мынау тек мындай не емес, мына жерде адай ата не деп аталарының аты жазылады. Сосын бұған еще сағат та орнатып берем. Кәдімгі сағат. Сағат мен қымбаттау шығар. Сағат мен қымбаттау болады сәл енді. Материалдың бәрін қайдан аласың? Мына ДСП дей ма, не дейді? Бұл арголит бар, не бар, фанера. Таза ағаштан оймайсың. Жоқ, пока ол. Бар ма ойың? Табақ жасау? Жоқ, бар, ол станокта да кеше заказ беріп алдырамын деп қойғам. Оны қоятын помещение менде жоқ болып тұр, ол көлемі где-то үлкендеу болып тұр станокта. Бұл жақта компьютер бар екен. Өлшеп жатыр. Программасы бар, ноутбук арқылы қосылады. Ал кеттік, бастайық. Мынаны қосып жіберейін тоғын. Мынау енді кішкене ызыл вентилятор бар, дауыс шығарады. Мынау қазір ойлайын деп отқан шежіре тақтаның үстіңгі бөлшектері. Ал көрсете бер. Кіші жүз деп жазылып тұр, соны саласың, иә? Лазерный станокты лазермен кеседі. Мынаны көрмеппін мен, лазермен. Ұшқын шығаратын көрмеппін. Бесік кескенде өткенде басқаша бір кескен станок. Бұл жаңағы шебердің қарайған уақытын үнемдейді. Мықты ғой мына. Үйренейінші, алдашаға үйретші келетін балалар бар ма? Бар, көмектесетін жас балдар бар. Үйретем, жақсы. Мектепте үйірмен бар ма? Мектепте бар үйірмен. Онда кешірек көрсек болады ғой, бар? Бұйыртса, ол бейнелеу өнерінен бар. Бәрінде көрсетіп үйретіп. Өзің сияқты шеберлерді дайындасаң мықты ғой. Көз күнін өзі көріп ертең еңбекпен нан тауып жүріп тұрсыз ба? Иә, әрине. Мынау бұрын жасағандарым мынау. Жартастарда петроглиф бар ғой. Петроглифтағы арбаның бейнесі ғой. Иә. Мынау қойдың қабырғасын, аттың басы қылып істеген. Сүйек ба? Иә. Үйден шыққан жалпы. Сүйектің бәрін сақтап қоясың ба? Тимең деп. Енді өзіме былай. Әйтеуір жасаған дүниең сатылып кете ма бірден? Сатылады, тапсырып сенсең көбіне. Ал болды. Енді мынаны сөйлесе аламыз ба былай? Иә, мына қапталдағы темірлерін алып алайын. Осы қолды. Иә, өзі сөйтіп ол. Дайын тұр кес. Бәрін құрап қойып саласың, иә? Иә, мынандай шежіре тақтаның бетіне. Мынаның бәрі нүктелері, мынаның бәрін құрастыруға шыдамдылық керек, иә? Айтшы осы туралы. Шыдамдылық керек, иә, көп адам шыдамайды. Таңғалады маған, мынаны осындай ұсақ жұмысты қалай жасайсың деп. Бәрін теріп отырып. Жүйкені тыныштандыра ма? Әрине, өзім жақсы көрмесін істеймін. Күшті. Ары қарай енді біз сенің келесі цехыңа барамыз ба, ана жерде көзім шалып қалып темек терсек деп тұр. Иә, ол жақта жаңағы не бар ол жақта көрсін? Ұршықтың сабын жасаймыз. Сәлем бердік ағай. Қалайсыздар? Жұмыс процесінде екен, дәл түсіппіз ғой. Онда осы кісімен сөйлесе береміз ары қарай.
аға қалайсыз? Жақсы, шүкір. Амансыздар ма? Шүкір. Ұршық дайындап қойыпсыз. Қазір не істеп жатсыз аға? Қазір мына түйе малына мұрындық. Бұрын көретін еді, Мұрындық деп қазір де аталады. мұрындық тағатындарды көрмей жүрмін мен. Қазір де Мұрындық таға осы ма? біздің Маңғыстауда бар енді бұл. О, бейшара неге тағады деді мұрындықты? Мұрнын Бұл дейтін кетсіз. енді ана түйе дейтін енді адамға кішкене үйрену жүрмейді үшін ғой жүріп тұруына былай қозғауға бұл енді Мұрнына іледі, жеңіл иә? қозғалады, иә. Мұрнына іледі, иә? Мұрнына Сосын оған жаңағы жібін байлайды. Дұрыс па? жібін байлайды. Иә. Сөйтіп Ол сүйрейді. бірінші оған мынандай қысқалау жіп байлайды, оны желбида дейді. Бида тағады жіпті, бида. Ананы сүйрейді, Сосын былай-былай. былай далаға жіберетін болсаң, желбидасы жүре береді. Сұранысқа қарай жасай береміз. Тапсырыс берді ма деген ғой? Көршіге, Көршілер? Қаншадан сатасыз мұрындықтарды? бұны сатып жатқаным жоқ, былай жасап бере қоямын. Сіз жақсы шебер екенсіз. Сосын енді мынау ұршық дейтін енді өздерің білесіңдер ғой. Иә. Қорғасын. Иә, мынау кәдімгі қорғасын. Озалдан әуелден осы қорғасын құйылады енді біз бала кезімізде бастықтың жерінде. Бұл груз дейді ғой орысша. Мына салмақ жіпті созып иіліп тұру үшін жақсы, айналу үшін. Мынандай қылып нетеді ма жіпті. Өзіңіз шеберханаға жиі келесіз бе, әлде бәрін қазір алғашқы тапсырдыңыз ба алдияр? Шеберханаға мен енді осы гаражда боламын енді көбіне. Сіз де үнемі шұқылау бұл жерде бір нәрсе істеп жүресіз, иә? Жасап жүремін. Өзім әуелден бала күнімнен осыған осындай шеберлікке неге мына орыстың баяғы нелер ойыншықтары нелер болады ғой. Матрешка ма? Иә. Сатып алып ол қалай жасады, қалай жүреді. Бала күнімде тек бұзатын едім. Тігіншілер қияды, сіздер бұзады, қиын халық екенсіздер. Сондайдан енді жайлап осындай. Мынаны Қырлайсыз ба сонда осылай? мынандай ұшын шығарамыз. Мына ұшы жақсы шықса мынаны ұшы. Ана жас түйелерді өзімен де тесіп жібереді мұрын. Ал былайынша шығар, иә, олардың мұрны. былайынша пышақтан кесіп алады ғой, сосын барып өткізеді. Мұрным ба? Кішкене жылтыратып жібереміз. Қайсымен істейінші? Қолым кесіп алмай. Мына сонда не? Тегістеп жатырмыз ба? Тегістейді ғой, жылтыратады. Жіңішкертеді, иә? Әдемі екен өзі. Бірақ сіз өзіңіз кәсіп қылып алып кеткен жоқсыз, тек жаныңыздың тыныштығына қарастығына ұлыңыз енді нан табатын кәсіп ретінде алып кетті, иә? Тағы не істейсіз аға жалпы? Тағы мен дейтін енді мысалы мынау токарный станок темір жонады. Кішкентай мини. Соны енді мынадай ағаш жонатын қойып переделік жасап кішкене нетіп алдым. Ағаш жонатын ғой өзіңіз? Мына ұршыққа таныс болды бірінші. Мына ұршық біреудің ұршығы ма дайындалып жатқан? Жасап қойған дейді. Жасап қойдыңыз, иә? Осы ұршыққа таныс болды да, сосын мынаны жасадым. Енді бәрін тегін істей бермейтін шығарсыз ба? Бәрін түйіп, білмеймін, осы уақытқа дейін мен ақша көрген жоқпын. Мына ұршыққа алдым енді. Ұршыққа неге десең тапсырыс болды. Ұршықты қаншаға саттыңыз? Ұршықты 5.000-нан саттым. Дұрыс. Әлі де тапсырыс бере Еңбегі ма? ғой енді, бұл енді таза кәдімгі. Әлі де тапсырыс бере ма? Береді, осы Жамбылдан 10 ұршыққа заказ берді. Ақшасын аударып алды Жамбыл. Сосын енді мынау станок мінекей дейді. Қолдан жасалған кәдімгі интернеттен қарап мінекей. Кім істеді оны? Міне өзім істедім. Мықтысыз ғой? Мынау. Бұл не жонады? Шілповышный ғой, шілповышный, жылтыратады. Мысалы міне мынау ескі балға ғой. Тот басып қалған. Осыны жылтыратады. Бұл асатаяқтың басы. Мінекей. Ана көрікпен соқтым. Қайсы Сосын мынау асатаяқтың? жылтыратты. Жоқ, мынау тек осы дайындап қойған. Бұл да өзіңіздің жаныңыз? Иә. Мысалы міне саптайсың анадай мықты ағашқа. Неғына несін жасайсың, бұлғарымен қаптап, өрнектеп, үлкен кісілер ұстайды ғой. Бос уақытыңыз жоқ, иә? Бос уақытыңыз осындай шеберханада өтеді. Бұлай отырып, әңгіме айтып, балаларға жоқ, ондайға жоқ. Қайда кетесіз? Үйде отыра алмай қайда кетесіз? Осында келем. Көрік не үшін керек? Көрік енді мысалы мыналарды қыздырып соқтым ғой. Әдемі екен көрігіңіз. Пеш сияқты, кішкентай пеш сияқты, иә? Онда өзіңіз жасадыңыз ба? Сосын өзім енді мынау көшті, амандай. Барлығын енді бір арманым. ағамыз. Мына солтүстік жақтарға бар бір орыс кузнецтер бар ғой. Иә. Солардан бір сабақ алып, нелерін көргім Жасыңыз келеді. нешеде? Жасым 65-те. 65-те осындай арманы бар адам
Әке қолыңызды әкеңізші, жарайсыз. Осындай арман таусылмау керек адамда. Мақсат таусылмау керек. Барасыз ғой солтүстікке бұйырса. Бұйырса барам енді. Таптыңыз ба? Тауып берейік пе әлде сондай адамдарды? Табылатын шығар. Қайсы маған көрсетіңізші, қалай қосады, не істейді? Қиын ба әлде Қандай оны тиым қосу? жоқ, қиын емес сондай. Мыналар не дизайн екен? Бұл енді неге қолдан жасалған жаңағы не ғой, наковальный деймін бе орысша. Сіздегі еңбекқорлық ұлыңызға берілген екен. Жақсы. Жағам енді мынаны. Қыздырып жатсыз, е? Анау пакілі сәл кейінде отыра ғой. Ойбай. Аха. Ойбай. Тәтәт сәл не бар. Бісміллә. Мынаны қостаппын ғой. Ойбай аға, жанып кетпейік. Тыңдағын. Мынауыңыз қорқынышты, ойбай. Неге бері қарай от шығады? Теміртаудағы завод сияқты ғой. Мини-завод. Ішіне бірдеңе саласыз ба? Қалай? Бұны не істейді сонда? Қыздырады, сосын формалама? Я енді анандай бірдеңе жасағанда жеңіл жұмсайды ғой, темір жұмсайды. Көрікті қыздыру деген осы ма? А? Көрікті қыздыру деген осы ма? Қысып жатыр. Домба пеш пе? Домба пеш. Домна пеш. Домна пеш па? Соның кішкентай түрі ма? Қалай басыңызға келді осыны істеу? Интернет қой енді қазір, интернеттен қараймыз. Мықты. 65-те интернетте тұрасыз, жарайсыз. Біздің жасағанымыз мен өзім қараймын. Орыстікінен кішкене сапалы қыламыз, бірақ орыстан қарап істейміз. Сәлеметсіз ба? Осы біздің мектеп. Бұл менің мектебім. Иә. 30 жыл бас сұқпаған бұл мектепке. Бірінші рет келіп Жақта тұрмын. бұрын өзіңнің Ана жақта оқыған біздің класстарың класс. осы жақта, бастауыш класста. Қай жерде отырғаным да есімде. Ана кабинеттемін. Иә, осы Қазір жерде. көреміз ғой, реті келіп жатса. Қалайсыңдар, балалар? Амансыңдар ма? Мына осы үйірмеге қатысатын балдар. Бұлар анау төбелестің үйірмесіне қатысатын балалар сияқты, біреу төбелесіп жүр. Баланың басын ойнайды ғой. Шәмеңдер, еңбекке келдіңдер ма? Орындарына отырып алыпты. Осылай үйірме өткізесің. Я аптасына неше рет өтеді бұл үйірме? Аптасына 2 рет өтеді, 3-ші және 6-шы күні. Қыздардың іс машинасы тұр, кім Бұл өткізеді? қыздар бөлек өтеді, ер балдар бөлек өтеді. Үйірменде сабақта да. Не мынау, не модель? Дайындап Бұл қойғандар. аэроплан ұшақтың несі, Аэроплан ба? үлгісі. Осыны өздеріңіз дайындадыңыздар ма? Өздері тілейлер, иә. Ұнай ма қатысқан үйірмеге? Ал, бастаңыз сабақты. Ал, қош келдіңдер балдар. Кітапты қара. Кешегі бітпей қалған мына самолеттің, ұшақтың несін ары қарай жалғастырып тілейлейсіңдер. Мынау аэропланның несі гардоннан және ағаштан тілейлеген. Қалай дайындайсыңдар? Мынау не мынау? Картон ба не? Кардон ұшақтың қанаты ғой. Сосын? Екі жағында ұшқанда керек болатын қанат бар. Мына үстінде тұратын заты, бұл артында қанаты. Ұшақты бітпей қалса, сағаттап үйірмеде дайындаймыз. Болашақтың жаңағыдай көлік түрлерін осындай гардоннан құрастырып, кішкене баланың ой өрісін несін жетілдіріп. Ол енді алдағы сабақтарда әлі ол. Алматыда оқыдың. Алматыны кез келген адам қиып тастап кете алмайды. Ауыл мұғалім болып, қазір балалардың өсіп жетілуіне үлесін қосып жүрсің. Бірақ Алматыға кеткің келген кездер болды ма? Қайтып кетсем деп, әлде ауылда? Әрине, ол Алматыда қиып тастап кететіндей қала емес қой енді. Иә. Болды ондай ойларда. Не үшін келдің ауылға? Қандай мақсатпен? Енді білмеймін, туған жер бәрібір сағынасың ғой енді. Жалпы енді балдарға осы өзім білгенімді үйреткім келді. Сурет салыңдар. Бөлісіп, және уақыт өте келе енді өзімнің білгені, алған білімімді осы ауылдың жас балдарымен бөліскім келді. Дұрыс екен дедің ба? Келгенім дұрыс екен дедің бе бір күні? Дұрыс, ол келгенде өзім жанымда қалап тұрды. Өз туған жерім, өскен, ойнап өскен. Өз білімімді осындай мен сияқты үйренгісі келетін балдарға үйреткім келеді. Осылар біліп, болашақта бір пайдасы тиеді ғой деген мақсатта.
ауылдың той күйеуіне үлес қосам деген сөз ғой былайша айтқанда, иә? Біз енді шама шарқымыз келгенше қосуға тырысамыз енді. Балалар тәрбиелеу арқылы, Иә, мықты азаматтар тәрбиелеу арқылы. Ой өрісі, ойлау қабілеті кішкене жақсарады ғой. Сосын қолының шеберлігі де әртүрлі бір неге қажет жарайды ғой. Кәдесіне жарайды. Кәдесіне жарайды. Алдаберген, мынау сенің атқарып жатқан жұмысың нағыз ауылды гүлдетуге, өсіп өркендеуіне бір үлес қосатын жұмыс сияқты. Өйткені жігіттерді, болашақ жігіттерді кәсіп істей білуге тәрбиелеп жатырсың. Біреу сурет салады, біреу ертең жаңағы темірін жона салады деген сияқты. Иә, токыр бар енді кәсіптік білім болғасына ол әртүрлі сала кіре береді ғой. Сала осы сияқты. Өз өміріне де зиян тимейтін мысалы. Ар жақ ертең өседі, өнеді деген сияқты балдар ол. Жалпы кәсіптік білім алу қажет қой қазіргі таңда. Өте керек. Өте керек мамандықтар алатын. Мысалы, елімізде дәнекерлеуші, әртүрлі мамандықтар жетіспеуде ғой. Бірақ осы ауылды көркейтуге сондай кәсіптік білімдер керек сияқты бізге, ең бірінші. Соларды дамытып алсақ, ер адам жұмыссыз қалса да осы кәсіптік білімнің арқасында біреу сурет салады, я тас қалайды дегенде, мысалы, дәнекерлеу жұмыстармен алсады, өз өміріне керек заттар ғой, сонымен отбасын асырайды. Нағыз ауылға керек, енді қалаға түсінікті, ауылға да қалаға да мысалы сантехниктер жетпейді, мысалы, ода кәсіптік білімдер көп адам игере бермейді. Өз күнін өзі көріп. Иә, өз күнін өзі көріп, ары қарай отбасын асырауға көп үлесі бар деп ойлаймын мен. Біз үйден шығып қораға бара жатырмыз. Бұл ауылда қора бөлек салынады. Жапсарлас үйге салынбайды. Ешкімнің қорасы үйдің жанында жоқ. Сәл алсырақта, иә? Алсырақта. Түйе сауасыздар. Түйе сауамыз. Сол жұмысымыз, біз енді зейнеттегі адамдармыз ғой. Зейнеткер. Сол жұмысымыз сол, басқа жұмысымыз жоқ. Қазір ауылдың тіршілігі қалай енді? Халық немен айналысады? Мал ұстай ма өзіңіз сияқты? Мал ұстайтыны бар, шаруашылықтары бар көбінің. Мектепте жаңағы, әкімшілікте жұмыс істайды, вақтыбы жұмыс істайтындар бар. Әркім әртүрлі ғой тұр. Малдың жұтынан қалай аман қалды малыңыз? Не істедіңіздер? Қалай шықтыңыздар? Пенсияңды аласың, соған енді осы күнелтсің мал болғасын, соған жемін шөбін алып бересің. Пенсиямен мал бағып жатсыз ба? Пенсиямен мал бағып жатырмыз. Сосын кейін ол сізді бағады ғой, шұбатын сатасыз. Мына балалар тоңбайды. Тоңғанда. Үйіне бар тоңасың ғой, күртке киіп кел. Ай, болды енді түйені үркітесіңдер, кетің. Көңнен пайда болған су алды ме? Жоқ, жаңбыр қар жауып тұр ғой. Көң езіліп, езіліп содан. Түйелеріңіз әдемі ғой. Мынау бағанағы мұрындық па? Сондай мұрындық, мына темірден салған мұрындық. Енді көрдіңіздер ғой мұрындықтың қандай пайдасы бар, қалалықтар. Ұстап жүруге анандай. Мұрнына тығып қойған, ары қарай. Қандай мая дедіңіз бе? Ол кез ортасы анандай. Тұтасы мая емес. Жезбида деген береді. Тәтва бір көрікті, гламурный түйе екен. Қазір. Өзі дайындап тұр, иә? Дайындап тұрады, үйренген соған. Мәссаған, анан қараңдар. Үйренген соған. Ғажап. Жайлап тарта қойып, жайлап, сөйтіп. Мынадай түйені бірінші рет көріп тұр. Төмен түсіре бер. Мәссаған, аға сіздердің байластарыңыз ерекше екен. Мынадай байлауды көрген жоқпын. Не бір түйе ауылды түсірді. Саудырмайды басқа мынау. Сен көп қатты байлап жібердің ғой жайлау. Сәл төмен түсірші. Ерекше екен. Стиль ерекше түйе екен. Бірінші рет көріп тұрмыз бұндайды. Әдетте қос тізелеп байлаушы. Атына ба, жоқ, біз мына осылай байлаймыз. Қанша литр сүт аласыз? Ой, құрттай құрсын. Литр қайда? Екі түйеден қанша литр аласыз енді? Ау. 1 литрдей шығар, екеуінен. Күніне сонда 4 литр аласыз ба? Екі мезгіл? 1 литр құрсын. Түс қайта соған кейде сүт аш шығады. Құрсын деген бізде сөзді байланыстырушы сөз. Міндетті түрде ой құрсын, анау құрсын деп сөйлейді. Үйреніп кеткен оған енді. Ей құрсын дейді. Бізге ерсі емес, сіздерге ерсі көрінетін шығар енді. Сосын ерсі деген сөз бар, естірсіздер ғой. Ерсі емес. Ерсі көрінеді. Жоқ, ерсі көрінбейді, әдемі естіледі құрсын. Шайға да, айранға да осы ма? Таңертең кешке 2 мезгіл сауамыз ғой. 2 мезгіл сауамыз, сонда ол жетеді. Мынаны алып жайлап сен. Біз мына мен мына Гүлназды жаңағы біздің ауылда Қамажай деген шебер бар. Тігінші. Соны сен енді алыстан келдің ғой, Астанадан. Сен соны көріп
пісіріп кішкене елге танытып көрсетсең деймін жақсы шебер Дұрыс, соны дұрыс. сол көрсете кетейін саған Ауылдың мақтанышы деп өзіңіз ауылдың мақтанышы ұсынып жақсы жатсаңыз көрсетейік. иә Ал жақсы, жолда ғой, иә жолда болды бақытты бол біздің ауылда келіндер қай жерде көрсе де сәлемін сала береді Иә, білем ғой. иә Қораның маңында да сәлем ете береді. қораның маңы болсын үй болсын контор болсын бәрібір сәлемін бере береді Міне мына аула ғой, дұрыс па? иә осы аудан осы жерде қамажай бар ма үйде қамадай ма? иә Үйде екен. бұл кісі де шеберлік сабап екен қамажай керек Қалайсыздар? мына кісілер астанадан келген екен да мені түсірем деп мені түсіріп не қыласың мына жерде шебер қамажай бар Мақтапсызды айтып қана. шебер қамажай бар соған апарайын иә Қалай? Сәлем бер. соны алып барады мен Сіз екенсіз ғой. Біздің қаяқтан келсің қамажай десем сіз екенсіз ана ғой. жиенің сенің жиенің Жүріңіз көрейік ал енді. кіріңіз ай келіндердікін көрсет келіндердікін Мынау дейтін жаңа келініміз екеуміздің киімдеріміз. Келініңіз екеуіңіздің. Иә, келініміз екеуміздің ұлттық киімдеріміз. Тойға барамыз. Нанда сіз тіктіңіз бе? Иә. Клиенттеріңіз- Менікі шағын шеберхана. Иә, иә. Тек өзім тігетін үйде енді жаңа не дейді, хоббиім дей ма, хобби дей ма, не ол дейтін еді сол Хоббиіңіз кәсіби түрде Иә. екен хоббиіңіз. Мәссаған. Сондай. Маған қараңыздар. Қанша күн істейсіз мысалы осы бисерді? Отырып тіксем енді бір 3-4 күнде бітіруге болады ол. Бір өзім ғой мен Өзіңіздікі енді. ме? Бір өзім иә тіге. Қалай үйрендіңіз сіз оқыдыңыз Мен ба дейтін бұны? оқыған жоқпын. Енді. Қалай Мен де бастадыңыз? өзім де жаңағы не. Онда жақсы. Ар жағында. Әке-шешеңіз де бар ма? Нағашылар жағында бар. Ана жақта шеберханаңыз бар сияқты кірсек бола ма? Болады. Жүріңіз. Мынау екен ғой шағын Мынау менің шеберханаңыз. шағын шеберханам. Мен Осы сәннен қалмайды, иә? Осы жакет. осы жакет сәннен қалмайды бұның. Сұранысы көп. Жақсы, енді шеберханаңыз біртіндеп кеңейсін. Иә, Өзіңіз мен қосымша айтқаның жұмыс келсін. істейсіз бе, әлде Жоқ, тек жоқ. осымен айналысасыз ба? Мен үйдемін, осымен айналысам. Рахмет. Біз енді тосыннан келіп қалсақ та, Иә. тосылып қалмай көрсетіп, бар ынтаңызбен бізге айтып түсіндіріп жатқаныңызға рахмет. Сау болыңыздар. Біз ары қарай апаңыздың үйіне барайық. Түсірілімізді жалғастырайық. Жаңа сауып келген сүттен дайындалған шұбат міне мынау қордың үстіне құя қойды. Енді апамыздың тағы бір өнері бар екен. Мен ойбай апай көрсетіңіз деп қол қаладым. Күшті торт пісіреді. Мына торт не деп айтасыздар сіздер? балды торт Балды торт. Балды торт. Наполеон торт. Мен түрлі кейіпкерлерді көрдім осы бағдарламада, бірақ торт жасаған осындай жастағы апаны көрген жоқпын. Сондықтан эксклюзив. бұл мен Жастар жасайды әдетте. 2 жұмыртқа қосып сармай қосып азғантай сосын 70 грамдай сармай қосам 100 грамдай мед қосам сосын кішкентай ғана тұз қосам сосын бір медтің үстіне бір ас қасық сода қосам мед немен мед пенен сода жақсы көпіреді Әне. иә сосын секер салам 200 грамдай сосын он Тағы қандай торттар пісіресіз? Интернеттегі бүкіл тортты пісіресіз? Пісіре беремін. Аты қандай? пісіре бермеймін 2-3 тортым бар пісіретін Айтыңызшы қандай? молочный девушка деген тортты пісіремін Молочный девушка, күшті айтасыз. Сосын өппей бар ма? иә оны да пісірдім жақында пісірдім осы Міне тортымыз дайын. Тамаша апа, рахмет. Иә. Мынау мен қазір отырып шай ішеміз. Шай ішемін. Қалғанын алып кетем. алып кет Өйткені мұндай тәтті тортты тек сіз дайындайтын сияқтысыз. Маңғыстаудағы ауылдардың арасы өте шалғай. Мысалы өзеннен Бейнеу келгенше
4 сағаттай уақыт өтті, сондықтан біз түсірілімімізді де кешірек бастап жатырмыз. Сол себептен біздің түсірілімдеріміз де кеш аяқталып жатыр. Бүгін осы өңірдің мақтанышы, осы ауылдың мақтанышы кейіпкеріміз Алдаберген үйіндегі бір күндік қысқаша саяхатымыз осылай өтті. Күні түнде жұмыс істеуге дайынбыз, қымбатты ағайын, сіздер үшін. Сіздің де ауылыңызға келеміз, күтіңіз.